кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демегім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Әке, бұл ең қасиетті сөздің бірі. Ол кез келген пенденің, перзенттің өзегіндегі мәңгілік үзілмейтін үлкен бір сағыныш, құрмет, наз, еркелік, мейірім, әділдік, даналық ұғымдарын өзіңмен бірге алып жүреді. Өзгені былай қойғанда, міне бізде 70-ті алқымдап қалдық. Бірақ та өз басым, әсіресе кейінгі жылдары, әкемді жиі еске аламын, жиі сағынамын, жиі сол кісінің сөздерін есіп аламын. Сонда таң қалатыным, менің әкем Құранды оқи алатындай 5 уақыт намаз оқитын қабілеті болды. Бірақ оқу-тоқу біліммен тікелей араласпаған, өмірі қудалаумен сенделуде өткен, 2 рет түрмеге жабылған 30-32 жылдар алаштың кезінде. Сол әкемнің данышпандығына таң қаламын. Оны ойлайтыным және таң қалатыным, қазір біз осы өмір мен келесі өмірдің арасындағы шекарада тұрмыз. Осы шекарада артта не қалып барады, алда не күтіп тұр деген кезде бір-ақ нәрсе, әрине Алланың Құранынан басқа, ол әкенің саған деген қамқорлығын сезіну. Бізді де профессор дейді ғой, оқыған шығармыз, аздап білім жиған шығармыз, профессор дейді. Осы профессорыңның танымы сол бір оқымаған қазақтың қарапайым ғана шалының түйсігіне жетпей отыр. Зиялының әр ісі туғаннан бастап жүзеге асады. Мысалы, қойшы. Егер барлық ұлттық санымен жаратылып үй ішін тәрбиелесе, ол зиялы. Зиялы деген ұғым академик болумен, доктор болумен, саяси қайраткер болумен, директор болумен өлшенбейді.
ол зиялылық деген, зиялы деген сөздің өзі адамның ойының зиялысында жатыр, адамгершілігінде жатыр. Сондықтан да осы бір жақсы мен жамандық, адамгершілік туралы пікірді ұстанған адам зиялы адам. Өзінің 10 баласын тәрбиелеп жеткізген адам нағыз зиялы. Өйткені қоғамға сол арқылы ол ұлы пайда келді. Сондықтан да зиялысыз ешқандай қоғам, жалпы адамзат өмір сүре алмайды. Кейде әкеңнің қаталдығынан асқан әділ жаза жоқ сияқты көрінеді маған. Мені бүкіл өмірімді өзгертіп жіберген әкемнің бір мінезі болды. Менің әкем бала кезімізден ақаң, ақаң деп отырады. Қинамайды түрмесіне жапқаны, қинамайды атқаны, қинайды тек өз итімнің балағымнан қапқаны деп ақаң айтып отырғандай деп сөзін бастайтын да түсіндіреді. Кейін білдім, ол ақаң Ахмет Байтұрсын екен. Сондықтан да мен ақаңды екінші әкем деймін. Бірінші әкем Абай. Ұстаздарыма ризамын. 7-ші класста Абай жолындағы Әзімхан образы қандай образ? Ол жақсы образ. Әуезов дұрыс суреттемеген деп шығарма жазсын. Сөйсем Әзімханым Әлихан Бөкейханов екен. Ойбай, жас алашордашы шықты. 4-5 бала талқылайсың ғой. Жас алашордашылар пайда болып келеді деп мектептің әдебиет үйірмесіне одан ушыға кеп ата-аналар кеңесіне сап мені мектептен шығарып жүрді. Қысты күні 15 үй бөлімше орталығы сонда кеп демалдық. Демалыс кезі мен кітап оқимын. Ал ол кезде мұна Ильич-шамы жоқ, трактордың моторы. Абай ауданына 73-ші жылы тоқ барды. Түнде майшамға майшам жағып, соның жарығымен кітап оқимын. Бір бөлме әгі шамның жалыны әкемнің кеудесін алып қалады. Кейде әкем ұрсады. Өйткені енді өзің мектептен шығып келгенсің. Бірақ оқығың келеді. Сондықтан қатты оқуым керек деп мен шетел әдебиетін оқып жатқам. Джек Лондонның Мартин Иденін оқып жатқам. Қызығып кетіп оқисың. Мұрат деген электрик бар, сол моторды сағат 12-ге дейін жағады. Соны таңертеңде айтады, тұрсын сен келіп кітап оқиды деген үшін мен түнгі 12-ге дейін жағып қойдым ғой шамды. Ой, рахмет дейсің. Ал 12-ден кейін 2-3-ге дейін кітап оқисың. Содан әкем мен демалсын дейді. Әлгі ақаңның әңгімесінен өзінді келтіретін сап дейді. Соңын бір күні балам, Құдайдың түнімен жарыспа. Алланың белгілеген уақытымен жұмыс істеп оқып тұру керек, оқып соғып кетеді, Алланың үкімінен аспа деді. Сонда мен айттым, Құдайың құрсын. Мақсатқа оқумен жетесің. Ол үшін күн түн оқу керек деген. Құдайың құрсын дедім. Кітаптың қызығына түсіп кеткен ғой, түнгі сағат 2:30 бөлшер. Деді де теріс айналып жата қалды. Бір нәрсені бүлдіргенімді сездім де, атып тұрып кітапты жауып, шамды өшіріп жата қалдым. Таң атқан сүйікті алғам жоқ. Енді әкемнің көңілін қатты қалдырмау. Не
ертең маған жаза күтіп тұр екен. Ұрмайды, соқпайды, бірақ бір мінез ғой. Сөйтіп жатып ұйықтап қаппын. Таңғы сағат 8-де күбір етеді. Өйтіп қарасам, дөңгелек үстелде шай ішіп отыр. Сол 50 жылдар бүкіл Қазақстанға әйгілі Мекіш Жақупов деген адам болды. Сәбит Мұқановтың романының кейіпкері. Ал оның ұлы Бақтажар Мекішевтің де даңқы үстеп тұрған кез. Бүкіл Казгуде 7 муза ұйымын құрып, Сталиннің қызына ғашық болып, Светланамен қолтықтасып жүрген адам. Сол үшін қудаланды да ғой. Сол Мекіш ақсақал отыр. Ол кісі де большевик кезден бастап өкіметке араласқан, менің әкемнің құрдасы. Содан барлық колхозда басқарған, партиясында басқарған, енді бір 15 үйлі бөлімшеде менің қудалаудан, түрмеден көз ашпаған әкем екеуі бір ауылда тұр ғой. Әділ, жақсы адам болатын. Құдайдың атқанын білдім, қозғалмай жаттым, бірақ бір уақытта сықыр ете қалып десек, аңғарлы адам ғой, Мекіш, тұрсын тұра ғой балам деді. Жылдам тұрып бет жуасап, бір кесе шайды іше сап, зытайын деп зыта бермем, асықпа балам, шайыңды іш деді. Мен шайды ішіп отырып, не ішті дейсің, төбін қарап отырым, екеуі біраз сөйлесіп отырды да, Мекіш ақсақал ыңғай білдірді. Иә, құда келді деді. Менің әкем аты құда келді. Сонда құда келді отырып, ей Мекіш, екеуміз заманымыз бір, жастымыз. Бірақ сен бір шындықты айтшы. Мына қу жалғыздың адам болатынын білем, қазір түрін танып қалды, негізі бар екен. Мен осы қу жалғыз үшін түрмеде қиналған кезімде өзіме өзім қол салайын дегенде де, ей Алланың артында жалғызым бар ғой. Мынау үшеуін пайғамбардың ақ туының астында сенің қолыңнан аламын деген Хадишаның берген сөзім бар еді ғой. Соны сақтайыншы деп, Алла, ей Алла өзің деп намазымды оқып, қиын сәттердің өзінде қараңғыдан сол Алланың жарығымен шығып, мына күнге жеттім. Шамды өшір, Құдайдың күнімен, түнімен, өлшемді уақытымен жарыспа деп едім. Бұл менің сеніп жүрген Аллама тіл тигізді. Менің бар үмітім осы қу жалғызда. Осы үшін қиын қыстауда Аллам көмектесе көр деп тілеуін тіледім. Мүмкін осы күнге жеткізген осы шығар. Енді сенің коммунистің айтады, өтірік айтпа дейді. Менің Құраным айтады, өтірік айтпа дейді. Сенің Ленинің кедейге көмектес дейді. Менің Құраным кедейге көмектес дейді. Сенің партияң ұрлық қылма, өсек айтпа, қиянат жасама дейді. Менің Құранымда ұрлық қылма, өсек айтпа, қиянат жасама дейді. Сен өз жолыңмен жеңіп келдің, мен де өз жолыммен осы күнге келдік. Айтшы енді мына бір сөзді. Мен сонда барлық тілегіме мына қу жалғыз осы үшеу үшін Аллаға сеніп осы күнге жеттім, сол сенім алып қалды. Әйтпесе өзім қол салатын талай мүмкіндігім болып еді. Алла сөйткен Аллама тіл тигізді. Менікі қате ма? Мұныкі қате ма? Мен мына қу жалғыздың тілегі үшін сенген Алламнан да бас тартуға бармын. Шындығын сен айт, коммунист деп. Төмен қарап отырым, көзімнен жас бұршақтап отыр. Жалғызынан, Құдайдан да бас тартам дегенде тура бұршақтап кетті. Тырс деп жаңа.
Soň gün Mekşi Aksakal sabırly ey Huda geldi. Boldy. Bul Tursun degen bizdiň senip jürgen jasymyzdyň biri osa aksakaldaryň bäri muna Hudageldiň balasy okuýdy eken diýdi. Ümit kütemiz özmüş. 7-nji 8-nji klasyň balasy. Soň gün Mekşi Aksakal turupdy. Ja Hudageldi boldy. Tursun kargam. Seniň äkeň Allah'men Allah'sından jazbady osu gün göjetdi. Seniň jaksy bolatyňa senemiz. Bar aksakaldar sagan ümitden garaýmyş. Endi men de jasmy balşewik bolduk. Belsendi bolduk. Ul okudy, özlerimen getdi. Okugan ulda men kızları bar. Men de muna kısakta жалгыз oturum. Sol azaptan kelgen Huda geldi osu kısakta 15 ýylyň içinde oturmuz. Kelgen jerimiz osu boldu. Hazır ökünüm, oylayım. Talay Komünist partiýa dep jürüp, talay kateliklerdi ötküzüpmiz. Talay ädiletsizliklerdi görüpmiz. Sonum duruspa, duruspa. Äldi ol jol kalaý eken. Meni biletim kaltamda. Birak men hazır janazaga baram. Keýde osu biletdi ötküzüp tustagym gelet. Birak ötken ömürümdi jokka kılan. Ötken ömürümdi jokka çygaratynday bolam. Al seniň äkeň adal ömür sürdi. Birak tilegim bar. Erten komsomol, kommunist bolasyň. Sonda Hudaý jok dep ant berdi. Tilegim. Biröwdüň adamnyň senimni eş kaşında kıynatjasyn. Senimden ötken ulu nerse çok. Ömürüm ayaktalıp giret. Men de hazır. Osu komünistin bastırıp Kur'an'a bas isimbe dep oylayım. Muna Huda geldiğinde sen deydi sol senimi Allah dep jürüp aman alıp çıktı, senimden alıp çıktı. Osu eş bir adamның senimni kıynatjasyn. Partiýaga ötüdün gözde Hudaý jok dep aýt dese, işinden ey Allah Taala keş. Aýtkyzyp dur goý, aýtbese meniň ömürüm kalaý bolat. Şaňagy özüň jetkençe köşüňde it kart degeniň keri goý. Dep işinden tawbe etdi, ýe dep aýt. Birak Allahdan keşirim sura. Adamның senimini tiyme. Adamның seniminden ulu nerse jok. Osu esiňde bolsun. Aýtbese balam sen jaksysın. Ümit artamyz. Huda geldi, seniki jaý söz goý. Bara goý dedi. Orundan atyp durup 150 metre jerde koygaran çöp barad maya. Ha gün üstüne çygyp. Osu ökürüp durup çylamaýsyň. Çylap jatyp ýuktap kalp. Bir wagtda közümdi açsam, aspan köp büngök, kysty güni goýandy. Ägir jumsak ayaz, awa taza, aýnala äppak. Müýümniň işi de taptaza, ýüregim de taptaza, eşdeňi şok.